Жанар Шерімбетова некесін бұзбақ ниетте, себебі жолдасы интернет арқылы басқа елмен танысып, тура жолдан тайған. Бұдан бұрын тап осындай қылығын кешірген жарының сенімін ақтамады. Ажырасу оңай емес әрине. Ажырасқаннан кейін ары қарай балдардың өмірі қиынға шығады деп ойлаймын. Сабыр етіп шыдадым. Негізі бұл бірінші рет емес, екінші рет. Бірінші рет сотқа жүгінгенмін, оны татуласу мерзімін беріп, татуласпадық. Қазір ажырасқандар саны күрт өсіп отыр. Қазақстанда әрбір үшінші неке бұзылады. Маңғыстау облысы бойынша сандарды сөйлетсек, осыдан 10 жыл бұрын 929 неке бұзылса, 2008 жылы ажырасу саны уақытша тұрақтаған. Ең көп ажырасқандар 2014 жылға келеді. Бір жылдың өзінде 1500 отбасы ойрандалды. Ал биыл 4 айдың ішінде 519 шаңырақ шайқалды. Соңғы уақытта ажырасудың сипаты өзгерген. Бұрын адамдар тоңып секірсе, қазір тойып секіреді дейді мамандар. Қазіргі таңда өкінішке орай әлеуметтік желі бүгінгі біздің қуанышымыздан гөрі қасіретімізге көп айналып бара жатыр. Тағы да айттым, жаңағы тоқтық кері әсер етті деп жағдайлы адамдар, әсіресе әйел адам өзінің гардеробын көрсетіп, жаңағы жүздеген аяқ киімінен дейін көрсетіп, әлеуметтік желілерде мақтанып көрсетеді. Ал кейбір әйел адам соған қол жеткізем, соны алғысы келеді деген сияқты үйде кей кезде жанжалдың, айқай-шудың да шығатын бір тармағы болып жатады. Сайтта әлеуметтік сауалнама жүргізгенімізде дауыс берушілердің 31% интернетті кінәлаған, 26% дауыс беруші ішкілікпен зорлық-зомбылық себептеп көрсетсе, 25% ата-ана, туған туыстардың араласуын айыптайды. Бар жоғы 16% материалдық жағдайды себеп қылған. Ал қала тұрғындарының пікірі екіге жарылды. Бірі жұмыссыздықтан десе, бірі ақша көптіктен деп айтысты. Үй жоқ, бала-шаға көп, жұмыс жоқ, соның арқасында арақ ішеді. Үйіне келмейді. Мысалы өсөйлерді де мысал алсаң, өсөйлерді қаңқып. Қазір түсінбейді жастар бір-бірін ерегеседі. Кілең енді нерв жүйелері құрағандар шығар енді. Адам екі неге бөлініп бара тұруға мысалы. Бар адам, жоқ адам деп мысалы. Оны қыдырғысы келеді, жүргісі келеді, кафеге барғысы келеді. Ажырасуға бірінші болып арыз бергендердің 95% әйелдер екен. Некенің алғашқы жылдары ең қауіпті кезең. Неке бұзу орташасы бізден 20 мен 30-ның арасында. Енді көбіне былай санап келгенде. Себебі бір-біріне үйренісу, айтады ғой, жаңағы 1 мен 5 жылдың арасында психологиялық терминдерден өтеді ғой жас отбасылар. Енді одан ары қарай балалы, үйлі-күйлі болады, бір-біріне төзімділікке үйренеді. Қазір үй болу оңайда, ажырасу тіпті оңай болып барады. Абай Хакімнің тамағы тоқтық, көйлегі көктік, аздырар адам баласын деген нақылның мағынасы енді ашыла түскендей. Тек ақ некенің қасиетін түсініп, салмағын сезінетін ұрпақ көп болса, қоғамды белең алған көп қиындықтан құтылар ма едік. Айсара Айтман, Фархат Шаткам, Айнақпарат.